Қыздар мен жігіттер, бәріне сәлем. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Бұл бізде тегін, және де осы каналдың дамуына, осы сабақтардың ары қарай жалғасуына көмегін тигізеді. Бүгінгі тақырып бізде vocabulary elementary 4-ші unit go деген сөзбен бару, да? Go деген сөздің қолданысы, оның қандай қолданысы бар, қандай мағыналар бар. Мына жерде went, gone деген бізде осы go дегеннің өткен шақтағы сөздері, қолданысы, өткен шақта қалай болады. Так, бастайық. Бірінші, go дегеннің мағынасы move from one place to another. Бір жерден екінші жерге қозғалу деген сөз. То есть точка А-дан точка Б-ға жету. Так, мысалы, I go to work by bike. I go to work. Мен жұмысқа барамын. By bike, велосипедпен. My brother goes by car. Менің ағам барады машинамен. Енді we went деген нәрде өткен шағы. We went to Paris. Біз бардық Парижға last summer. Өткен жазда. Shall we go to the swimming pool today? Бүгін барайық па? Shall деген барайық па, істейік па деген сөз. Shall we go? Біз барайық па? Бүгін today to the swimming pool. Бассейнге. Дальше. You can go to a place on foot or in some kind of transport. Сен бара аласың бір жерге аяқпен, немесе бір транспортпен. To make it clear that you are going on foot, чтобы айту үшін make it clear деген прояснять ету. То есть конкретно айту үшін то, что біз именно жаяу баратынды айттық келсек, онда біз walking дейміз. Go емес, walking дейміз. Go деген жалпы бару. Go дегенде сен немен баратынды айтпайсың. Жалпы сол жаққа барамыз деп айтасың. Егер именно жаяу барамыз дейтін болсаң, онда walk деуді қолданасың. Okay? Енді, is this train going to Granada? Мына поезд Гранадаға барады ма? Поезд барады ма? Дальше, where does this road go? Мына жол қай жаққа барады? То есть бізде транспортта өзі бара алады, және жолда бір жерге апара алады. Тек қана адамның бір жерден бір жерге қозғалуы емес. Енді go plus prepositions. Go және бізде предлогтар, ішіне, сыртына деген сол сөздерді қалай қолданады. Went in немесе into. Go in деген сөзге келеді ғой. Went into his room and shut the door. Өзінің комнатасына кірді. То есть бізде мына жерде go плюс in, ол бір жерге кіру деген сөз. Или go into, ол бір жерге кіру, входить куда-то. Келесі, бір жерден шығу, go out of, мына өшіп қалды ғой. Сюда. Әлде да. Go out of, бір жерден шығу. Went out of the house. Ол үйден шықты. And into the garden. Және кірді сатқа. То есть үйден шығып сатқа, бақшаға кірді. Нәрде go in, немесе into, бір жерге кіру. Дальше. Rani was tired. Rani шаршады. He went up the stairs slowly. Ол барды жоғары қарай. Go up. Go up. Go up деген жоғары қарай көтерілу. The stairs лестницамен медленно. Так. Дальше. The phone was ringing. Телефон звондады. She went down. Ол барды төмен. Go down. Go down деген төмен қарай жүру. Нәрде go up деген жоғары қарай кету. Go down деген төмен қарай кету. Бір жерге түсу. Дальше go away. Go away деген кет деген сөз. Уходи деген сөз. Мен нәрде мына суретке қарайтын болсаңдар, мынау ана итке айтып отыр. Кет деп отыр. Окей? Енді go back. Go back деген қайту, қайтып келу. Нәрде мағынасы үйге қайтып келу, да? Бір X деген жерден үйге қайтып келу. Немесе жаңағы бұдан бұрынғы жер болса, сол жерге қайтып келу. То есть бір жермен келе жатасың, сосын басқа жаққа бөлініп кетесің. И go back деген жаңағы бастапқы жерге қайтып келу деген сөз. Қай жерден бастадың, сол жерге қайтып келу. Енді go плюс
ing ол бізде activities, әртүрлі іс-әрекеттерге арналған. Так, іс-әрекет, іс-шара дегенге келеді. Енді I hate going shopping. Go shopping. Go shopping. Shop деген магазин, shopping деген покупка жасау. Shopping. Go shopping. Go ing деген. Go shopping деген бізде сол покупка жасауға бару. I hate going shopping. Мен жек көрем баруды базарға бірдеңе сатып алуға. Дальше I usually go swimming in the morning. Мен барамын жүзуге. Go swimming in the morning. Азанда. Let's go dancing. Давай барайық билеуге. Дальше Do you like going sightseeing? Саған ұнайма бару sightseeing. Sightseeing деген бізде ол мынандай достопримечательностьтерді көру. Туристерді бүйтіп аралауды жаңағы турист баратын жерлерге. Дальше Hans goes skiing. Ол барады шаңғы тебуге. Skiing деген шаңғы тебу. He goes skiing. Now activity. Дальше Bob is going fishing. Ол барады жатыр балық аулауға. Fishing деген балық аулау деген. Тоже activity болып саналады. Енді бізде future plans, будущий, болашаққа бізде план туралы тоже go-ды қолданады. Оған бізде be деген am, is, are, осының барлығы be деп атады. Бір сөзбен атағанда be деп атады. Енді осы be-ді қолданамыз. Еще going to. Ол мағынасы істейін деп жатырмын, планым бар, осында жасағым келеді деген сөз. Осында істейін деп жатырмын деген сөз. Мысалы, on Saturday, суббота күні, Jen is going to visit his aunt. Ол visit, қонаққа барайын деп жатыр, то есть сол план жасап жатыр өзінің тетясына. On Sunday, воскресенье күні, we are going to stay at home. Біз қалайын деп жатырмыз, stay қалу, біз қалайын деп жатырмыз, going to деген деп жатырмыз деген сөз. Қалайын деп жатырмыз, at home, үйде. On Monday, понедельник күні, I'm going to meet, мен meet деген кездесу. Мен кездесейін деп жатырмын, going to Sam at the restaurant. Sam мен ресторанда. Окей? Дальше, мына жерде тапсырма. Мына адамдарды тауып, қай жаққа барайын деп жатқанын айту керек. Pablo is going to the zoo. Міне Pablo деген мынау. Ол бізде былай айтамыз, зоопаркке барады. He is going to the zoo. Soraya and Mehmet мынау. Қай жаққа бар жатыр? Көрейік. Былай. Shopping center. И олар екеуі are going to the shopping center. Дальше Имран деген бізде үшінші. Ол қай жаққа бар жатыр? Ол бар жатыр Каирғаны. Имран is going to Cairo. Каир деген қала. The Patels, Патель семьясы. Төртінші. Қай жаққа бар жатыр? Былай. Пляжға бар жатыр. The Patels are going to the beach. Так. Дальше Наташа бесінші is going балық аулауға. Is going fishing. Қазір бара жатыр балық аулауға. Окей. Дальше мына жерде correct mistakes. Мына жердегі қателерді дұрыстау керек. Так. Please go in, I'm tired. Go away. Мына жерде go in деген кіру. Мына жерде I'm tired. Мен шаршап тұрмын, пожалуйста, кет деп жатыр. Go away. Енді we are going sightsee today. Going sightsee. Sightsee деген бізде ол activity, олмен ing қолданады. Sightseeing. We are going sightseeing today. That's Joe went down to the top of the hill. Joe төмен қарай кетті қырдың басына. Қырдың топ деген басы. Қырдың басына қалай төмен кетеді? Төмен кетпейді, жоғары кетеді. He went up.
Дальше, let's go to fish today. Let's go to fish. Жоқ, to fish емес. Let's go fishing болады. Ол да бізде activity. Дальше, she went out of the shop. She went out of the shop. Ол off деген ушу. Жоқ, ушу емес. She went out of the shop. She went out of the shop болады. Of the shop, бір F болады. She went out of the shop. Да? Дальше. На төртінші, look at activities. I usually go shopping. Өзің туралы жазу керек, ладно, оны пока істемейік. Нәрде, about Allison's plans. Allisonның пландары туралы жазу керек. Не пландар нәрде? Осы пландарға қарап жазу керек. On Monday. Не істейді ол? Allison is going to play tennis with Rose. Is play tennis with Rose. Is going to қолданамыз. Так, on Tuesday, вторник. Write to Juan. Allison is going to не істейді? Write жазады to Juan. Дальше, Wednesday, среда күні не істейді? Watch the World Cup. Allison is going to watch the World Cup. Дальше, on Thursday, четверг, Allison is going to have a tennis lesson. Is going to have a tennis lesson. Так, on Friday. Так, қазір барып какао жасау керек. Friday, пятница. Не істейді? Allison go to the cinema. Allison. Қазір тоқта тұршы. Allison. Хорошо. Is going to go to the cinema. Все, болды. Хорошо. Write about the trains, buses, roads go from your town. Сенің қалаңнан пойыздар, автобустар және жолдар қай жаққа барады. Мысалы, from Cambridge, Кембридждан, trains, автобустар, пойыздар барады to London and Norwich. Давай жазайық. From Шымкент, автобустарда, buses go to Тараз and Алматы. Окей, хорошо. Так, осындай бір мысалдар go-мен жазып, астына комментарийға қалдырып кетсеңдер болады. Соларды тексеріп берем. Егер қате болса, қате болмаса, молодец деп жазып берем. Егер молодец болғың келсе, осы видеоның астына комментарийге бүгінгі мысалдарды жазып көр, өзің қолданып, еще грамматиканы қолданып көрсең болады. Өткенде өткен. Тағы да айтып кетейін, бұл видеоға лайк басып, каналға тіркелсеңдер, сендерден көп алғыс болады. Себебі осы канал дамуына өте қатты көмектеседі. Осы видеоның ары қарай жалғасуына да көмектеседі. Бұл тегін, біздің сабақтарымыз да тегін. Келесі сабақта кездескенше.